Бәріне сәлем, тігін каналына қош келдіңіз. Сіздермен Күлхан. Бүгінгі видеода біз футболка выкрикасын сызуды үйренетін боламыз. Ол үшін бізге 6 өлшем қажет. Сол өлшемдерді бірінші жазып алайық. Ең бірінші өлшем ОГ деп аталады. Ол бізде мына кеудеміздің ең шығыңқы жерін сантиметрлік таспамен айналдыра өлшеп жазамыз. Менде 90 сантиметр. Екінші өлшем бізде ОШ деп аталады. Ол біздің мына мойнымыздың айналымы. Толықтай айналдыра өлшейміз. Менде 41 сантиметр шықты. Үшінші өлшем ШП деп аталады. Ширина плеча, мына мойнынан бастап, мына иықтың нүктесіне дейінгі аралық. Менде 14 сантиметр. Төртінші өлшем ДТС деп аталады. Длина до талии по спине, яғни артқы бойдың мына иығынан бастап, мына белге дейінгі арақашықтықты арқамыздан өлшейміз. Кеудемізден емес, артқы бойдан өлшейміз. Менде 42 сантиметр. Бесінші өлшем ДИЗ, яғни длина изделия, бұйымның ұзындығы. Мына иықтың ортасынан бастап өзімізге қажетті ұзындық. Ол 64 сантиметр менде. Енді осы футболканы лекаласын құру үшін бізге 3 формула қажет. Сол формулаларды жазып алайық. ОГ бөлінген 6 қосылған 6. Бұл бізде бірінші формула. Яғни ОГ-ға өзіміздің мына шыққан санды қоямыз. Менде 90, 90-ды 6-ға бөлемін, қосамын. 6-ны 21 сантиметр. Екінші формула ОГ бөлінген 4 қосылған 1,5. ОГ-ға 90-ды қоямын, бөлемін 4-ге, қосамын 1,5-ті. 24 сантиметр. Үшінші формула бізде ОШ бөлінген 6 қосылған 1. Менде 7,8 шығады. Мен оны дөңгелетіп 8 сантиметр деп аламын. Мына бірінші формула бізге қолтық ойындысын шығару үшін қолтық деп жазып қоямыз. Екінші формула бізде футболканың кеңдігі. Үшінші формула бізде мойын ойындысы. Енді осы парақты алып, миллиметрлік қағазға қазір лекаламызды сызып алайық. Парағымыз дайын, миллиметрлік қағазымыз дайын. Қарындашпен сызғышты алып бастаймыз. Ең бірінші жоғары жақтан O нүктесін белгілеп аламыз. Және оңға қарай ұзын түзу сызық сызамыз. Ұзындығы әлі белгісіз, сол үшін барынша созамыз. Содан кейін бізге бірінші формула қажет болады. Осы шыққан санды O нүктесінен төмен қарай сызамыз. Қолтық ойындысын анықтап алу үшін. Менде 21 сантиметр шықты, соны сызамын. Шыққан нүктені Г деп белгілейміз. Осы нүктені де оңға қарай созамыз. Енді O нүктесінен төмен қарай мына бұйым ұзындығын сызамыз. Менде 64 сантиметр. Соны O нүктесінен бастап төмен қарай сызамын. Мінекей 64 сантиметр осы жерде екен. Бұл жерді Н деп белгілейміз. Низ изделия, яғни бұйымның төмен жағы. Пайда болған нүктені де оңға қарай созамыз. Енді бізге Г нүктесі қажет болады. Осы нүктеден оңға қарай мына екінші формуладағы шыққан санды жазамыз. ОГ бөлінген 4 қосылған 1,5, менде 24 сантиметр шықты. Сіз өзіңіздің саныңызды жазасыз. Мен 24-ті сызамын. Мінекей осы аралық бізде футболканың кеңдігі. Пайда болған нүктені Г1 деп белгілейміз. Г1-ден жоғары қарай түзу сызық жүргіземіз. Және мына бұйымның ұзындығымен қосамыз. Мінекей осы аралыққа біз қазір футболкамызды сызамыз. Ең бірінші мойыннан бастаймыз. Ол үшін O нүктесінен біз мына үшінші формуладағы шыққан санды оңға қарай сызамыз. Ошы бөлінген 6 қосылған 1, менде 8 сантиметр. O нүктесінен оңға қарай 8 сантиметрді сызамын. Пайда болған нүктені О1 деп белгілеймін. Төмен қарай 2 сантиметр сызамын. Бұл барлық өлшемде бірдей тұрақты сан. Қолмен немесе лекал сызғышын пайдаланамыз. Мынау бізде футболканың артқы мойны. Енді осы O1-ден оңға қарай ШП-ны үшінші өлшемді жазамыз. Менде 14 сантиметр. Пайда болған нүктені П деп белгілейміз. 3 сантиметр төмен түсеміз. Бұл жердегі 3 сантиметр тұрақты. Тұрақты сандарды осылай дөңгелетіп белгілеп қоямын.
Енді пайда болған нүктемен мына жерді қосамыз. Енді Г мен Г1-ді теңдей 4-ке бөлеміз. Бірінші өлшеп аламыз. 24. 4-ке бөлсек 6-6-дан шығады. Осылай 4-ке бөлген кезде бізде 3 нүкте пайда болады. 1, 2, 3 деп белгілейміз. Осы үшінші нүктені жоғары қарай 4 сантиметрге көтереміз. 4 деп жазып қоямыз. Бұл тұрақты сан. Енді бізге мына P1, 4, G1-ді лекал сызғышымен қосу керек. Қолтық ойындысы дайын болды. Енді бізге алдыңғы бойдың мойнын шығару қажет болады. Ол үшін мына аралықты өлшейміз. Менде 8 сантиметр. Сол шыққан санға 1,5 сантиметр қосып төмен сызамыз. 8-ге 1,5-ді қоссам 9,5 болады. Сіз өзіңіздің саныңызды жазып сызасыз. Лекал сызғышымен қосамыз. Мынау бізде алдыңғы бойдың мойны. Енді бізге бел сызығын тауып алу керек болады. O нүктесінен төмен қарай DTS деген өлшемді жазамыз. Менде 42 сантиметр. Мынау бізде Т нүктесі болады. Көбінесе футболкалар бізде осылай кең болып келеді. Егер сіз кішкене тарылтқыңыз келсе, осы Т нүктесін ішке қарай 1,5-2 сантиметрге кіргізсеңіз болады. Мен қазір шамамен көрсетемін. 1,5 сантиметр ішке кіргізген кезде осылай G1 мен қосасыз. Мен бұны жай көрсетемін, сол үшін үздік сызықпен қосамын. Мінекей біздің футболкамыздың алдыңғы артқы бойы дайын болды. Енді жеңнің лекаласын сызу үшін бізге 2 сан қажет болады. Ол қай сандар? Бізге қазір О мен Г-нің ара қашықтығы қажет болады. Өлшеп аламыз. 21 сантиметр. Содан кейін P1 мен G1-дің ұзындығы қажет болады. Бұлай айналдырып өлшемейміз, тек сызғыштың көмегімен осылай өлшейміз. Екі нүктенің ортасы менде 18 сантиметр. P1, G1 18 сантиметр. Енді лекаламызды қиып алып, жеңнің лекаласын сызамыз. Мен қазір осы миллиметрлік қағаздың бөлігіне футболка жеңінің лекаласын сызатын боламын. Осы жеңнің лекаласын сызатын кезде бізге 7-ші өлшем қажет болады. D рук деп аталады. Длина рук, яғни мына екі нүктесінен бастап өзімізге қажетті ара қашықтық. Менде 26 сантиметр. Жоғары жақтан осылай түзу сызық жүргіземіз. Мына жерді O нүктесі деп белгілейміз. Мына жақта 2-3 сантиметр қалса болады. Осы O нүктесінен төмен қарай жаңағы длина рукты сызамыз. Менде 26 сантиметр. 26. Бұны Н деп белгілейміз, яғни низ изделия, футболканың жеңінің төмен жағы. Осылай түзу сызық жүргіземіз. Енді бізге бағанағы өлшеп алған 2 сан қажет болады. ОГ бөлінген 2 қосылған 1 және P1 G1 қосылған 1. ОГ дегеніміз бұл жерде обхват груди емес, алдындағы бойдың жаңағы кеуде айналымының ара қашықтығы біз бағана өлшеп алған. Енді осы формуланы есептейміз. ОГ менде 21, оны 2-ке бөлемін, қосамын 1-ді, 11,5 болады. P1 G1 менде 18, қосылған 1, менде 19 сантиметр шығады. Енді осы одан бастап төмен қарай бірінші формуладағы шыққан санды жазамыз. 11-де 5. Г деп белгілейміз. Осылай сызамыз. Енді екінші санды O нүктесінен осы Г сызығына дәлдеп өлшеп сызамыз. Мінекей. Бұлай бізде 21. Мінекей. Осылай сызсақ, мінекей 19. Бұл жерді G1 деп есептейміз. Енді осы аралықты теңдей 4-ке бөлеміз. 1, 2, 3 деп белгілеп аламыз. Бірінші нүктені төмен қарай 7 мм-ге төмен түсіреміз. Перпендикулярны. Мінекей белгілейміз. Екінші нүктені өзгертпейміз. Үшінші нүктені перпендикулярны жоғарыға қарай 1,5 сантиметрге көтереміз. 1,5 сантиметрге көтереміз. Бұл стандарт. Мына жерде 0,7-ге түсіреміз. Енді лекал сызғыштың көмегімен осы нүктелерді қосамыз.
Жеңнің жоғары жағын сызып алдық, енді гын нүктесін төмен қарай түсіреміз. Осымен футболканың жеңі дайын, қайшымен қиямыз. Мынау менде кулерка матасы, оң жағы ішінде екі бүктелген, үтіктелген. Осы кромкаға параллель етіп, алдыңғы артқы бойды пішеміз. Лекаланың мына бөлігін бүктелген жерге жатқызып, түйреміз толықтай. Түйреп алғаннан кейін жан жағына тігіске қосымшалар беруіміз керек. Мен ақ түсті мата болғандықтан бірден қиятын боламын. Қазір сіздерге қай жерге қанша қосымша беру керектігін айтам. Мойынға ешқандай қосымша бермейміз. Иыққа, қолтыққа, жанына бір 8 мм қосымша береміз. Төмен жаққа 3 см қосымша беріп қиямыз. Енді алдыңғы бойды пішетін кезде мына бөлікті қиып тастаймыз. Осылай қалдырып қоямыз. Енді алдыңғы бойды қиямыз. Менде мына матаның бөлігінде кішкене дақ болғандықтан осылай жатқыздым. Негізі жаңағыдай тура оң қаратып қисақ та болады. Мойынға ешқандай қосымша бермейміз. Иық, қолтық, жеңге 8 мм, төмен жаққа 3 см беріп қиямыз. Матаның оң жағы бір-біріне беттестірілген, екі қабаттан тұрады. Біз қазір мінекей бір жағын осылай түйрегеннен кейін екінші жағына көшіреміз. Төмен жақтан 3 см қалдырамыз. Жан жағынан 8 мм. Міне басы мен соңын осылай белгілеп аламыз да осылай жатқызамыз. Тура центрді кішкене кертіп аламыз. Енді футболкамызды тігуді бастайық. Алдыңғы артқы бөліктерді иық тігістерінен қосамыз. Алдыңғы бөліктен тігетін боламыз. Бірінші оверлоктаймыз толықтай. Егер сізде оверлок жоқ болса, зигзагтап тігесіз. Сосын шетіне 8 мм жеткізбей тігін машинасында тігеміз. Тігісті артқы бойға қаратып үтіктеп, ары қарай жалғастырамыз. Алдыңғы артқы бойды иық тігістерінен қосып тіктік, оверлоктадық және артқы бойға қаратып үтіктедік. Енді жеңдерін қосамыз. Жеңнің бір бөлігін алып келеміз. Мына центр мен центрді байланыстырамыз. Бағана кертіп алған жер бар, сол жерге дәл деп тігіс түскен жерді жатқызамыз. Бір жеңді осылай түйреп алдық, екінші жеңді де тура солай қайталаймыз қазір. Содан кейін бірінші оверлоктаймыз. Содан кейін шетіне 8 мм жеткізбей тігін машинасында закрепка беріп тігеміз. Сыртынан мінекей осылай көрінеді. Енді жан тігістерінен қосып тігуіміз қалды. Ең бірінші мына қолтық жақтағы припускты екі жаққа қаратамыз. Мінекей осылай түйреп алғаннан кейін бірінші оверлоктаймыз, сосын тігін машинасында шетіне 8 мм жеткізбей тігеміз, тігісті артқы бойға қаратып үтіктейміз. Екінші жақты да тура солай жасаймыз. Футболкамыздың мына жеңі, жан тігісін қосып тіктік, оверлоктадық, оверлок тігісін артқы бойға қаратып үтіктедік. Содан кейін мына жеңнің төмен жағы мен футболканың төмен жағын оверлоктап алдық. Енді бізге мына мойынды өңдеу қажет болады. Осы мойынды сіз осы негізгі матадан да және қашқарсы матасынан да өңдей аласыз. Ең бірінші мойынды сантиметрлік таспамен шетіне 8 мм жеткізбей айналдыра өлшеп шығамыз. Мойыны бізде 50 см болды. Оны мына қашқарсының коэффициентіне көбейтеміз. Ол бізде 0,7 тұрақты сан. Менде 35 см шығады. Енді біздің мына мойнымыз дайын түрінде мына материалда 2 см болады. Оны 2 еселейміз және тігіске 1,5 см қосамыз. Мына жерге 35 және тігіске 1,5 см қосамыз. Сонда 36-та 5,5 см болатын мына қашқарсы бөлігін қиып аламыз. Сіз өзіңіздің мойныңызды өлшейсіз. Осы 0,7-ге көбейтіп 1,5 тігіске беріп қиясыз. Оң жағы ішіне қаратамыз. Жан тігісінен шетіне 8 мм жеткізбей тігіп аламыз. Мінекей қосып тігіп алдық. Біз мына жерді кішкене жұқартсақ болады. Екі бүктейміз. Центрін тауып аламыз. Қашқарсының тігіс түскен жағын артқы бойдың центріне осылай жатқызамыз. Енді мына жағын бір келкі етіп қазір түйреп аламыз. Қашқарсы матасы үстінде жату керек. Тігу барысында осылай созып отырамыз. Сосын тігін машинасында шетіне 8 мм жеткізбей тігіп аламыз. Содан кейін мына жеңді 3 см қайырып, шетіне 2,5 см тігіс жүргіземіз. Төмен жақты да тура солай
жасап аяқтаймыз. Мінекей Кашкар матасынан қиылған мойынды футболкаға қосып тіктік, оперлоктадық, тігісті әдемілеп үтіктеп алдық. Дайын күйінде осындай мойын шығады, өте сапалы. Жеңімізді 3 сантиметрге қайырып тігіп алдық. Төмен жақты 3 сантиметрге қайырып тігіп алдық. Осымен біздің денемізге қонымды футболкамыз дайын болды. Сіз осы әдісті пайдаланып, кез келген жастағы әйел азаматтарына футболка тіге беретін боласыз. Осындай тігіннен керемет мастер-класстарды қаласаңыз, қазақ тілінің контентінің дамуына үлес қосқыңыз келсе, міндетті түрде каналға жазылып алыңыз, лайк басыңыз, өзіңіздің пікіріңізді міндетті түрде қалдырыңыз. Мен барлығын оқып, сіздерге жауап беретін боламын. Сіздермен болған Гүлхан, келесі кездескенше.